інімді оқыттым, сөйтіп карго бердім. Жаңа өзім Самалға барған кезде оның да затын ала келдім. Қазір мен Қазынадамын, магазинде. Жаңа оптым клиенттің товарын сдавать етіп келдім Акбар жаққа. Міне 5 заты інімдікі келді. Қазір ашып көреміз енді. Қызық болып жатыр бәрімізге. Киім бәрі. Інім қорқып тұрма, қобалжып тұр жүр. Так, мынандай пакеттің ішінде киім деген. Кажется, трико. Сымылар. İçine kupon салып жіберген 3 айынға. Вот такое. А, это шалбар такой. Шалбар. Өзінің стилі ғой, мынандай қалтасымен, манжетімен алады всегда. Так, ойымыздан шықты. Мен сұратым. Екінші зат. Тоже продавец купон салып жіберген 2 юаньға. Пакеттің ішінде. Толстовка. Или қалай аталады? Худи, толстовка. Смотрите. Вот. Качество. Манжет. Материалы өте жақсы, плотный. Бірақ қатты қалың емес. Іші флис. Кішкене утепленный. Флис емес, утепленный кішкене. Мынандай. Размері прям тура сияқты по мне. Так, келесі. Бұл тез келді айтпақшы. Тез келетін каргомен бердік. Тез келді. Келесі тоже трико. Тоже в стиле братишки. Қалталармен. Вот такое. Сзади вот қалталар осындай. Алдында қалталар. Осындай трико. Үйде киіп көрсетіп, сол жерде тағы бір видео түсірем. Келесі. Так, это у нас вот такая курточка. Бомберка. Жағасымен. Қолдары манжет, асты манжет. Қара цветті камера жеп қойып жатыр. Негізі қап-қара. Іші қараңыздар, утепленный. Прям трикотажы да күшті, заклепкамен. Тамаша неде келді. Размерлері прям все соответствуют. Ал келесі. Бәріміз качествосын таңғалып жатырмыз. Күшті екен. 5 сағаттың 4-еуі күшті прям. 5-шісін енді ашамыз. Тоже купон 1 юаньға. И смотрите, такая спортивная кофточка Adidas. Манжет тоже. Осындай комбинированный. Саламатсыздар, мен осы мөлдір әпшемнен обучение өткен едім. Сөйтіп, бір күні киінетін болдым. Сөйтіп, плазаға барсам, бір шалбар алайын десем, ол шалбар 25 мың деп тұр екен. Сөйтіп, ойланып қалдым, жаңа сайт арқылы заказ берсем қалай болады екен деп. Бірақ көп ойландым, бола ма, ондай болмай ма, дұрыс шыға ма, дұрыс шықпай ма. Сөйтіп, тәуекел етіп 5 зат заказ бердім. Общий 5 затқа 2 шалбар, 2 джемпер и үстіме осы курточканы бердім. Продавецпен сөйлесіп, е? Я продавецпен сөйлесіп 18 мың теңге кетті. Сөйтіп, соның доставкасына общий 5 затқа 7 мың теңге төледік осы жаққа бүгін келген кезде. Өте көңілімнен шықты, бәрі күшті, бәрі зор. 25 мыңға 5 зат алдың, е? Бәрі тура өзімнің размерімде болып келіп тұр. Үстіндегі 2 заты пиндулдудан. Осындай курточкалар бізде где-то 30 мың, 20 мың үстінде тұрады. Әрдайым Қытай арқылы заказ беріп тұрмын, әпшеме рахмет. Достар, 5 зат заказ берген, долго ойланды, еще бірақ продавецпен қорқпа дедім, сөйлес дедім, өзі сөйлесіп, размерін бәрін сұрап алған. Сөйтіп 18 мыңға 5 зат заказ берген, 2 шалбар, 2 жемпір, и осы куртканы, ішіндегі жемпірді тоже.
сөйтіп бүгін келуіне 7000 бір нәрсе теңге төледі, общий, короче, 25 мыңға шықты. 5 зат, представляете? А бізде бір затты, бір куртканы 25-ге алатын еді. Вот өздеріңіз көріп тұрсыздар, иығы бәрі келді. Так что қорқпаңыздар заказ беруге. Өзім бәрін үйретем, сөйлесуді де үйретем, таңдауды да үйретем. Вот наглядный пример. Рекламада даже қажет емес.